Итак, барлықтарыңызға қайырлы күн. Всем привет, здравствуй, YouTube, привет, как дела, қалайсыңдар? Бүгін мен Сатпаев Жезқазғандамын. Кеше Балқаштан обедте отырып, бүгін таңғы 6-та Жезқазғандан түстім. Сатпаевтың центріндамыз. Бүгін Армани барабанмен. Как дела, Арнат? Қош келдің. Неше болсын? 4 күн. 4 айда өткізем. Ұлытау мол осының ішіне андай торговый центр сияқты, соның ішіне бір видео түсіруге келеді. Тура осы жерде Новый год болды, тура осының ортасында елка, пелка бәрі бар. Аполло мен шып осында видео түсіруге келдік. Армани осында всегда Сатпаевқа бірден келсе, всегда осында видео. Зор очкилер бар. Очки киіп көреді ше? Я киіп көреді. Потолок қой очки. Балалармен, тамырлармен. Қалай болды? Енді жол кішкене ауыр болды. Ауыр болғанда қатты ауыр болмады, просто общий мен ғой. Балқаштан Жезқазғанға дейін бітті. Андай плацкарт жоқ, самолет жоқ, дым жоқ, короче, чисто общий и жолмен индравирмен бар ғой. Просто Жезқазған мен шеттің арасындағы жол быт. Одан кейін пойызды дұрыс дедім, 16 сағат пойызбен келгенсің ғой. Ё-май, соның 6 сағатын ұйықтап, 10 сағатын ішім пысады ғой. Не істерін білмейсің ғой. Айта ол уақыт енді тез өтіп кетті бүгін. Сестрамыздың бизнесіндеміз. Бизнес болғанда Гүлжанар ғой. Двигаться-то жүріп біз ғой сорлы. Қыдырып, қаңғып. Аполлоның екінші магазині бар екен, сонда келдік балалармен. Қазір Арманға бір видео түсірейік дегенбіз. Мына жақта Аполло деген осындай. Зор. Для себя мамаға түсіріп отыр, мама. Видео түсіріп болғаннан кейін мына жақта балалар футбол ойнап отыр екен. Алдыңғы жылы футбол ойнағанбыз, бірақ ол кезде осындай бір зданияда ойнайды. Енді қазір далада ойнап отыр стадионда. Арман міне жүр. Үйдің 26 жұма съемка видео түсіріп, күнде бірдеңе түсіреміз айтар балалармен. Күн ыстық кезде обычно көлге түсеміз, Балқашта мына жақта что-то скучно. Бұрында келген кезде вообще қызық болды, қазір что-то вообще скучно. Балалармен осындай видео түсіріп. Арман икон. Қадам дүкенінде, қадам несіндеміз, видео түсіріп балалармен. Айдына әпкемшілген. Мына осындай. Айдына, не плачь. Осындай жерде съемкадамыз, икон ағамыз түсіреді. Съемкалар бүгін бітті. Бүгін кешке тағы бір жаққа барады екенбіз. Бізді Қырғызстанда бірге барған. Ассаламалейкум. Түркістан қызымен әкет. Басқа қойды, аруған. Балалармен түнделетіп бассейнге келіп, даланың бассейні, мына жақта жағдай жасалған, мына жақта бассейні бар. Мына жақта ағайындармен Егон, Арман, общем, үшеуіміз бассейн, донер, понер, бәрі не бар, соның бәрін көріп отырып қой. Бүгін 27-сі суббота, бауырлармен, тамырлармен, сонау Жезқазғаннан келген Ера бауырымыз осылай бізді күтіп алып, Шевролет құтты болсын, алдында Арман бар, сосын Яшкан бір әшкесі бар. Осылай төртеуміз, короче, Жезқазғанға баратыр. Бүгін 27-сі менің кетуіме 2 күн қалды. Балқашта қалай? Осында да сондай болыватқан жоқ, бірақ ондай қатты. Сол жақта Ера бар, жанында потолок болыватыр. Диля! Сымбат! Мен туым, для себя ғой, для себя. Диля, мына жақта мына ағайындармен палон. Балқаштан да бөлек Жезқазғанның бір өзінің кайфы бар екен. Олар да тоже көлге түседі екен, базар. Риза болып отыр. Мына жақта мынандай көл бар екен. Точно көл ма? Карьердің астынан шыққан су емес па? Мұздың ерітіндісі емес па деп қоямын ғой өзім. Еще бұны платныйға қойыпты. Бүгін 28-і, бұйырса ертең 29-і, ертең қайта. Енді Жезқазғанда бір 4-5 күн болдым. Кайфуша туда-суда бардық, анда бардық, мында бардық. Әйтеуір кайфовый жерлерді влогқа түсірдім. Түсірме дейтін жерлер де болды. Атак Жезқазған кайф. Осындай жердеміз міне. Сноуборд дейді, ол зор екен, ана жақта кәдімгі как положить жасаған. Мықты, ол тау деп жасаған. Арабияда жүргенде байлап ағамыз. Біреуді кім, бұл білмеймін айтар. Орыстың шығады. Мен жүрдем ше. Треворда, GTA 5-тағы ағамыздың үйіне келдік. Бір шайын ішіп, қайттық. Город призраков, остров призраков дейтін бір. Кезінде неше түрлі кинолар болатын. Сондай сияқты ешкім жоқ, тишина. Көлден кейін шаршап демалайық деп енді аға әпкелерімізбен зор бір демалыс кетейін деп. Аға деген мен, әпке анау. YouTube бастап жатсың ба? YouTube тұрып отыр мен уже. Бір 140 влог тұрып тұрғансың ғой. Мың подписчикке. Бір ана 4000 просмотр жинай алмайдық ма? Сол жаймен де... Арнаттың
比起的了，好像好像有这个呀，很多好不政策是干小哟，什么啥这一个。 Бүгін 29-ы, бүгін қайтам қазір 9-да пойызға бармай жатып видео түсіріп жатқанбыз ғой. Видео емес, енді тамақ ішіп келе жатырмыз балалармен. Мынандай ғой, потолок. Мынаның аты манты. Мынау енді потолок. Короче, Муханың қызы Айдана үйінде ешкім жоқ, бірақ мотоциклі бар екен. Ол үйінен, короче, мына қорасынан мотоциклді алдық та енді әкетейін деп тұр. Әкем, біз ауылды. Қарап, балар ғой ауылда. Үйде келін қайда? Арғай жүр, оңға, Айдана бар. Ина сама бүлін көріп. Аруна бар. Короче, біреудің мотоциклді әкесін алды. Көтін әрі тұр дейін деп тұр. Уже біреудің машинасымен жүр қой. Ат морозың ана кілтін таппа тауып алдық. Аруна бар. Біреудің машинасын тешіргізші. Я мына, короче, Айдана бар, Муха бар. Наған қазір 1 литр құямыз да. Аэропорт жақта түйіп. Влог түсірмегенде 1 апта бақапты. 1 аптадан көп кетті даже. Енді просто балқаша болғаннан кейін обычно бәрі одно и то же өтіп содан түсірмедім. Бүгін бір заказға шығып Балқаштан 100 километр жерде, трассадан 100 километр бұрылу керек еще, ары қарай 30 километр степ. Сол енді степпен келатыр еді вроде. Жол басқаша болып кетті. Айдалада адасып кеттік қара, ё-моё. Артында еще 6 метр трубалар тұр. Потеря болып шаршап кеттік. Не суды мамамыз еще. Кофтышып кетіп сағамыз ғой. Әбір жүрген тұрғаны, ё-цай. Осыны балаларына көрсетесің мұқа мені. Бардық мені. Қазір артын бір көресіз. Арты мені мұнандай. Арты осындай бұл. Осыны ақ келатырақна уже бір есік сын кетті. Жағдай сәл-сәл. Уайым болып тұр енді. Есік сын кеткен үшін андай мұқа бар ішінде. Ал онда жаңа трубаларды тұрттадық қолын бүйтіп әрең дегенде таптық қой. Жанында айналып жүр екен. Осындай жерде, бұл жерде оказывается алтын шығарады екен. Бұл жақта 5-6 компания бар екен. Қытайдан, жан-жақтан кетеді. Степте ғой. Так, всем здравствуйте, всем привет. Короче, бұл влогтың басталғанына негізі 1 ай өтіп кетті. 1 айдың ішінде енді көп жағдайлар болды. Бұл жағдайлар сәл-пәл ауыр жағдайлар да бар арасында. Содан влог түсіріп, бірақ монтаждамай, арасында түсірем, арасында түсірмеймін. Сондай болды. Енді бүгін жаймен деп бастап отырық. Августтың соңы, бүгін 22-сі, ертең 23-і, ертең болса қарағандыға кетем. Болса контенттің барлығын қарағандыда бастаймын. Қазір бір Муханың доставкасымен жүрміз. Бектауата жақ дейтін бар Балқаш жақта. Соның Балқаш жақта емес енді. Балқаштан 60 километр сол жақтан әр жағында бір ауылға бара жатырмыз. Сол ауылға бір заказбен. Жағдай осындай. Ана жақта кіріп шығып, ана жаққа тиеміз да, сонымен заказға кетеміз. Заказдан келе жатып тағы бір жерге соғып кетеміз. Ана жақтан құм мынандай екен, шаңпульпа дейді бұны. Ё-моё, ана жақ деген шулап жатыр ма?
Короче, Жамши деген ауылға келгенбіз. Акиматына кірсек, ешкім жоқ. Пустой вообще. Вообще ешкім жоқ. Бірінші этажда, екінші этажда пустой вообще. Жамши. Бүгін осындамыз. Қазір заказ бар, соны түсіреміз. Сонымен қайтамыз. Ауылым, алтын бесігім. Осында өстім ба, қалай? Мәдениет үйі, мынау акимат па түсінген жоқпыз, в общем. Мына 6 бақаннандай. Бұрында 6 бақан жіппен бақшады қазір. Темірмен ба, кезін ауыз. Ар жақтан 2 лестницамен, 2 жақтан мінеттен үстінен қолмен кәтенем ба сонда? Мынандай окоп бар екен үшін. Бұл солдат адам бар екен, туалет бар. Түсіріп отыр балалар. Короче, Дарынның ауылына келдік. Дарынның ауылы емес, жайлауы. Бұл жақта Төлебек, Ансар бар. Кот тұрсы отқан үшін. Дарынның қыстағына келдік. Қыстақ кәдім как было. Осында влог түсірейін деп отыр. Влог болғанда мен как положено шашлык түсірейін деп. Ана иттер орнына шықты. Біреу бар, екеу бар. Жағдай ләлә. Бүгін, короче, как положено шашлык түсіріп, негізі Жамшиге заказбен кеткенбіз. Соны қайтарда папа кек Дарынға солай күтіп, Дарынға солай. Ай қыздар. Ет турайын деп отыр, ет турайықта. Көзай, привет. Қайналып тұр, екеуі бір-бір қайналып тұр. Мен еттім, қайсын берейін? Дарым, ет пеш? Алып сәлем. Либо ет таңдаушы? Етті ал бірақ. Әкел. Ет маялы бар, ет таңдай. Соны алып сол. Етін бөліп тұршы, ән. Бөліп тұршы, бөліп берші тағы. Не, мен бөлем енді құсын. Соң ба, ботамды айтқан соң бедір қой. Не мен бөлемейсің бә? Шашлик жейміз ба дегеніміз бар. Ал. Сәл-пәл тырысып тұрғаны бар. Басқаша видео кетті ме? Көрші ауылы Ерасылдың кластасымыздың ауылы, соның ауылына бүгін қонаққа келдік. Өзі что-то жоқ соқты. Бірақ біз Москвамен кейінен соққайтық дедік. Жылқылары осында сиыр-пиыр бәрі бар. В общем, жағдай бар енді. Тек тұрған. Ерасылдың ауылы.